Inna şani'aka huvel ebtar. Harfun nasik deydi i'rabda qarаңыздар. Şani'aka, şani ismu anna, ismu inna deydi. Mubtada demeydi уже inna kirgenden keyin onun ismi mansub bil fatha ve huve mudaf. Ötkeni mudaf birinchi müşe. Kaf damir fi mahalli jarri mudaf iley. Huvaga iki türlü i'rab beredi. Keybireler damir mabni fi mahalli raf'il mubtada deydi. Егер де мубтада дейтін болса, мубтаданың орнында десе, онда сол сенің дұшпаның ол дегенді білдіреді. Ал дамирул фасл деген бар. Дамирул фасл деген не нәрсе десеңіздер, егер де мен мынаны ары қарай жалғастырып кетсем, онда мен мынаны анықтауыш деп алуыма болады, қыздар. Өйткені шәни белгілі ғой. Артынан белгілі сөз келіп тұрса, ұрпағы кесілген сенің дұшпаның деген тіркес болып қалуы мүмкін. Сол тіркеске шатаспасын деп ортаға дамирул фасл деген нәрсе келеді деген қағида да бар. Сондықтан дамирул фасл дегендер де бар. Жоқ, қайтадан оны күшейтіп алып, сенің дұшпаның бар ғой, ол ұрпағы кесілген адам деген сияқты күшейтпелі түрде осындай сөйлем келіп тұр. Әл-әбтар хабар хуа марфу бid-дамма вал жумла хуа әл-әбтар фи махалли хабар инна. Қараңыздар. Есімі мынау, ал хабары қайда десеңіздер, мына жерде мынау етін. Ал бұл жерде мына екеуі бірге мубтада хабары бар, есімді сөйлем фи махалли раф'i хабари инна тұр. Өйткені мынаның басына біз инна қойса едік, нормальный сөйлемге. Мына жеріміз а, мына жеріміз у болатын еді. Мынаның орнында тұр дейді. Мынаның орнында тұрған уже бізде сөйлем болса, арабтар оны махалли ирабпен жасайды. Яғни соның махалында тұр деп қарайды. Бұл түсінікті ме, қыздар? Инна шани'ака хуал абтар. Бұл жерде аятымыз біткен екен. Бір қызығы, мен илахият факультеттерінде осы тәфсір сабағын бердім, сөйтіп араб тілі факультеттерінде де осындай классикалық мәтіндерді оқу деген сабақта осындай сабақ өтетін болдым да, жай сұрай салдым, қыздар мағынасы не десем, сыныпта ешкім жауап бере алмады. Инна атайна кәл-кәусардың толық мағынасын. Яғни аят білмей ақ қойсын, бірақ жалпы не туралы деген сияқты. Сондықтан қанша жаттанды болса да мағынасын білмей оқи беретін. Енді еш білмейтін адамға енді тәжвидімен оқып алып намаз оқу міндет, алайда ары қарай ілгерілеген сайын әрине қазақшасының мағынасын қарайсыз, ал арабша үйренген сайын, тем более исламтануда мамандық оқып жатсыздар, өздеріңізді үнемі жетілдіруге тырысыңыздар. Осымен Кәусар сүресін бітіріп, бисмиллахир-рахманир-рахим деп келесі сүремізге өтіп кетеміз. Келесі сүреміз Маун сүресі. Мен жаңағы шәнияка хуал абтардың мағынасын түсінбедім, қазақша мағынасы. Шын мәнінде сенің дұшпаныңның ұрпағы кесілген. Ол сені мазақтап тұр ғой, ұрпағы кесілгенде. Шын мәнінде сен емес, сенің дұшпаның ұрпақсыз дейді. Тек қана ұрпақсыз емес, бүкіл жақсылықтан құр қалған кісі дейді. Яғни жақсылықтардың кесілуі дегенді білдіреді. Абтар деген кесілген, шәни деген қандай перевод дедіңіз? Дұшпан. Сенің дұшпаның, қайталайтын болсақ, мінекей қыздар. Сенің дұшпаның ұрпағы кесілген. Міне еді тұрмын. Одан кейін мына мағына күшелді. Ұрпағы кесілген адам деген сияқты да өтті. Одан кейін сенің дұшпаның, міне сол ұрпағы кесілген. Сонымен шын мәнінде сенің дұшпаның бар ғой, міне сол ұрпағы кесілген адам. Сені мазақ қып тұр. Өйткені білесіздер, енді ол заманда тіпті ұлдармен мақтанған ғой адамдар. Қыздар тірі топыраққа көмілген қыздар. Хазіреті Омар өзінің жахилия дәуіріндегі өмірін еске алғанда айтады. Кішкентай қызымды дейді, көмуге алып бардым дейді. Сөйтсем дейді, топырақты қаздым, үстім топырақ болып қалды дейді, шапаным, үстіндегі киімі де. Сөйтсе ана өзін көмейін деп атқан қызым дейді, менің үстімдегі топырағымды қағып жатыр ғой дейді. Біз не деген жауыз болғанбыз дейді. Сондай жауыз жахилия дөнемінден мұсылмандыққа келгенде сондай әділ халифа болған ғой Хазіреті Омар. Сондай жаңағыдай әділ ма әділ, жаңағыдай адал ма адал. Біз сондай дәуірден айтып отырмыз. Өзіңіз ойлаңызшы, қыздарын, Құранда да айтылады, қыз туылды деген хабар келсе, жүздері қап-қара болып түнеріп кетеді дейді. Ертең солардан сұралады дейді, мысалы. Сондықтан қазіргі таңда да, ой, 6 қыз тудым, әлі ұл тумадым деп әйелдер, енді әрине Алла бергенді туады. Бірақ қоғам
ой ұрпақсыз ғой мынау деген сияқты айтып жатады да. Әлі бізде сол жахилиядан қалған әдеттер ғой, ұл тумаса болмайды деген сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екі ұлы болды, бірі Абдулла, бірі Ибрахим, екеуі де өзінен бұрын дүниеден өтті. Қыздары да дүниеден өтіп, ең соңында Фатима қызы өзінен кейін дүниеден 6 айдан кейін кетеді, бір пайғамбар бола тұра. Сондықтан яғни ешкімді өйтіп мына пәленше баласы бар дей алмаймыз. Хазіреті Аюб үлкен сынақтар алған пайғамбар, бір жер сілкінісінде 10 баласының үстіне дуал жығылып қайтыс болған екен, шейіт болған екен. Мысалы да пайғамбарлардың басында да ондай жағдайлар келген. Сондықтан кейбір пайғамбарлар ұрпақсыз, я Алла маған ұрпақ нәсіп ет деп, сондай елден ұялғаннан Закария ыңғай жасырын тілейді екен Алладан жаңағы. Алла, өзіңіз ойлаңызшы, кәртеге шал отырып алып Алладан тілеп жатса, я Алла маған ұрпақ берші десе, біз қазіргі күнде болса айтатын едік, мына енді кәртеген кісі енді үмітін үзбей ма, қоймай ма деген сияқты. Алла